Қазақ тарихындағы болған ана жайлы естідіңіз бе? Қарағанды облысында Алтын Орда дәуірінің ескерткіштеріне зерттеу жұмысы аяқталды. Алғашқы қорытындысы да шығып, болған ана Жошы ханның тікелей ұрпағы екені дәлелденді. Бұл Алтын Орданың 750 жылдығы қарсаңында ашылған айтулы жаңалық дейді ғалымдар. Әріптесім Мерей Мұратханқызы жалғайды. Бұл болған ананың бейнесі. Тарихтағы айтулы тұлғалардың дәл осылай жаңғыртылуы ғалымдарымыздың елеулі жетістігі. Міне, Қарағандыдағы облыстық өлкетану музейінде өткенімізден хабар берер тағы бір бірегей жәдігер пайда болды. Біздің гиперреалист Айдос Есмағамбет деген азамат кәдімгідей жан берді. Бұның әжімдеріне дейін бар. Керемет бір соны ғылымда гиперреализм деп айтады. Бұл кәдімгідей өзіңе тура қарап тұрған сияқты. Қазақстан тарихындағы Алтын Орда дәуірінің маңызы зор. Мемлекет басшысының бастамасымен Қарағанды билігі 2018 жылы Ұлытау зерттеу бағдарламасын қолға алды. Қазба жұмыстары жүргізілген 4 кесенеде Алаша хан, Жошы ханмен қатар болған анада жатыр. Оның мәні бар. Біз археологиялық, генетикалық жағындағы жұмыстар енді бірыңғайланды. Оның қорытындылары өте жақсы. Біз ойлағандай сол ескерткіштердің бәрі сол дәуірге, Алтын Орда дәуіріне жататын дәлелдедік. Генетикалық сараптамадан өтті Америка мен Жапония елдерінде. Енді соның қорытындысы бойынша бұл жатқан кісілердің бәрі бір-біріне жақын, туыс, сол қазіргі төре ұрпақтарына жатады деп 90%, 90% сондай мүмкіндікпен дәлелдеп отырмыз. Болған ананың жанынан 13-14 ғасырға тән жәдігер алтын тостаған табылды. Қошқар мүйізді ыдыстың түбінде қызғалдақ бедерленген. Аяқ киім, ұзындығы 30 сантиметр болатын пышақ, айна сынықтары, ер тоқым қалдығы бар. Тарихта толықтай қалпына келтірілген алғашқы бас киімде болған анаға тиесілі. Тура түпнұсқадағыдай. Жалпы қазба жұмыстары кезінде оннан аса құнды жәдігер табылған. Археологтарды тәнті еткені мына жібек шапан. Зерттеу жұмысына қазақстандық қана емес, шетелдік ғалымдар да қатысты. Олар бір ауыздан кесенедегі дүниелердің бәрі ханшаға тиесілі болғанын айтады. Жалпы қазба жұмыстары пандемия кезеңімен қосалғанда 3 жылға жалғасқан. Оның нәтижесі Алтын Орданың ашылмаған сыры көп екенін айғақтады. Мерей Мұратханқызы, Ардақ Асылханұлы, Нұрғали Мамырбаев, Хабар 24.